ішкі істер департаментінде қызметімді 1995 жылы бастаған. Сол Ойыл аудандық ішкі істер бөлімінде жол полициясында. Сосын облыстық жол полиция басқармасына ауысып, мұнда мен инспектор болып жасадым, аға инспектор болып жасадым, сосын жаңағыдай отдел бастығы болып. 2008 жылы жол полиция басқармасының бастығының орынбасары лауазымына тағайындалып, 20 жылға дейін қызмет жасап, зейнеткерлікке сояқтан шықтым. Зейнеткерлердің барлығы солайша, мен де салыстырамын енді. Кезінде менің кезімде қалай жұмыс болған екен. Қазір көліктің санын қарасаңыз, мысалға біздің кезімізде бір 100 мың болса, қазір одан 5 есе артық. Өмір деген бір жолда тоқтамайды ғой. Ол дами береді. Қазір көрсеңіздер, көшедегі көп камералар орнатылған. Олар жол қозғалысының тәртіп бұзушылықтарын бәрін анықтайды. Жабдықтар өте жақсы. Үстіндегі киімдері сүп-сүйкімді әдемі. Өзін шыны керек, қызығумен қараймын олардың. Біздің кезімізде енді 15 шақты көлік болған шығар, көне енді бұрыннан қалған. Қазір жабдықтар өте керемет. Жүргізуші болсын, жаяу жүргізуші болсын, олардың бәрі білімді. Оның бәрі өздерінің құқықтарын біледі. Жол патрульдік полициясының қызметкерлеріне айтатын бірінші сыпайы сөйлесу білу керек. Білімділігін көрсетіп, заңға сүйену керек. Қазір бұл уақытта көп азаматтар біз жаңағыдай елімізді шашқан деп жаңағыдай атап кетіп жатқан уақыттар бар. Енді жеке өзімнің ойым қазір өте дұрыс жасап жатқан деп ойлаймын. Себебі тәртіпке келтіру үшін бірінші адамды оған үйрету керек. Жай саған мына жерге темекінің қалдығын тастама, мына жерден өтпе, машинаңды осы жерге қойма дегенге қазіргі уақытта адамдар оған көнбейді. Сондықтан жаңағы олар бірінші солай қоғамдық өзінің сезімін үйрету керек. Ол деген егерде мысалға мен осы елдің азаматы ешқандай құқық бұзушылық жасамасам, маған штраф та келмейді. Қазіргі уақытта заң өте дұрыс жасалынып жатыр, дамып келе жатыр. Қараптан қарап ешкім айыппұл салынбайды.